Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде анатомия сабағы. Бүгін біз остеология жүйесінің бірінші сабағын талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырып біліктіктер мен жазықтықтар, қаңқаға жалпы шолу, тұлға сүйектері және оларға бізде омыртқа бағанасы, төс және қабырғалар жатады. Дайын болсақ, кеттік. Достар, ең алдымен сабақты бастамас бұрын қастарыңызға мен сияқты суларыңызды алып алыңыздар және еркін отырып сабақты бірге талқылап тастайық. Достар, ең алдымен біз жазықтықтарға тоқталайық. Бізде 3 жазықтықты бөліп қарастырамыз. Біріншісі сагитальды жазықтық, яғни денені оң және сол бөлікке бөледі. Бұны біз латын тілінде декстер және синистер деп атаймыз. Келесі жазықтық фронтальды жазықтық. Бұл бізде денені алдыңғы және артқы бөлікке бөледі, яғни латынша anterior және posterior. Үшінші жазықтық горизонтальды жазықтық. Бұл бізде денені жоғарғы және төменгі бөлікке бөледі, латын тілінде атаймыз superior, inferior. Достар, сіздер түсінбей қалмаңыздар. Мынау декстер дегеніміз оң бөлік, синистер деген сол бөлік. Anterior алдыңғы бөлік, posterior артқы бөлік. Superior жоғарғы, inferior төменгі бөлік деп түсініп алайық. Енді бұны толығымен түсінуіміз үшін келесі суретке тоқталайық. Мен сіздерге әдейі осындай түрлі түсті жазықтықтарды бөліп қарастырып қойдым. Қарайық. Қызыл түспен көрсетіліп тұрған бұл бізде сагитальды жазықтық, яғни денені қарасаңыздар оң және сол бөлікке бөліп тұр. Жасыл түспен қарасаңыздар фронтальды жазықтық, денені алдыңғы және артқы бөлікке бөліп тұр. Сары түспен көрсетілген бұл бізде горизонтальды жазықтық, яғни денені жоғарғы бөлік superior, төменгі бөлік inferiorға бөліп тұр. Келесі суретке қарайтын болсақ, достар, сіздер осы суретті визуально елестетулеріңіз үшін мен түстерді алып тастадым. Яғни сіздер таба алуларыңыз керек, қайсысы мұнда сагитальды жазықтық, қайсысы горизонтальды жазықтық, қайсысы фронтальды жазықтық екенін ажырата алуларыңыз керек. Яғни мұнда көріп тұрғаныңызда мынау фронтальды, мынау сагитальды және горизонтальды жазықтық. Келесі, достар, бізде 3 білік бар. Бұл бізде вертикальды білік, сагитальды білік және горизонтальды білік. Бұларды түсінуіміз үшін тағы да мына суретке тоқталайық. Қарасаңыздар, мұнда пункттермен көрсетілген бұл бізде вертикальды білік, яғни жоғарыдан төмен қарай. Арттан алға қарай пункттермен көрсетілген бұл бізде сагитальды білік. Ал мына пункттермен қарасаңыздар, бұл бізде горизонтальды білік. Достар, мен сіздерге жазықтықтар мен біліктер түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз адам қаңқасына жалпы шолу жасайық. Жалпы адам қаңқасы 200-ден астам сүйектерден тұрады. Кейбір кітаптары 206-208, кейбір кітаптары 250-ден жоғары деп айтып жатыр. Яғни бұл бізге қандай кітаппен оқығандығымызға байланысты. Енді қарайық, достар, адам қаңқасы 2 бөліктен тұрады. Біліктік қаңқа және қосымша қаңқа. Біліктік қаңқаны біз латын тілінде атаймыз скелетон аксиали. Ал қосымша қаңқаны біз скелетон аппендикуляри деп атаймыз. Достар, бізде біліктік қаңқаға қандай сүйектер жатады? Қарайық. Бас сүйегі краниум, омыртқа бағанасы колумна вертебралис, немесе мұнан қарасаңыздар болады, колумна вертебралис, төс сүйегі стернум және қабырғалар коста. Ал бізде қосымша қаңқаға қол сүйектері ossa membri superior, аяқ сүйектері ossa membri inferiorды жатқызамыз. Мына жерде мен сіздерге қысқадан нұсқа түсіндіріп қойдым. Келесі біз классификация тоқталайық. Классификацияға қандай сүйектер жатады? Түтікті сүйек, кеуекті, жалпақ, аралас және пневматикалық. Түтікті сүйектің өзін ұзын қысқа деп бөлеміз. Оған не жатады? Ұзын сүйек хумерус, тоқпанжілік, радиус, кәріжілік, ульна, шынтақжілік, фемур, ортанжілік, тибия, асықты жілік, фибуля, асықты жіліктің шыбығы және клавикуля, бұғана. Қысқа сүйектерге осса метакарпий, яғни білезік сүйектері, осса метатарсий, тілерсек және фаланс, бақайларды жатқызамыз. Кеуекті сүйекке пателя, яғни тізе тобығы, осса карпалия, алақан сүйектері, осса тарсий, табан сүйектерін жатқызамыз. Жалпақ сүйектерге скапуля, жауырын, стернум, төс, косты, қабырға, ос фронталия, маңдай және ос париеталия, төбе немесе шеке сүйектері.
Аралас сүйектерге омыртқалар, бас сүйегінің негізінің сүйектері, бұғана және жамбас сүйектері. Ал пневматикалық сүйектерге бізде ос сфеноидалия, ос этмоидалия, ос фронталия, ос темпоралия және максилия. Яғни сынатар жүзі сүйек, торғы сүйек, маңдай сүйек, самай сүйек және жоғарғы жақ сүйегі. Яғни бұл сүйектердің ауалы қойнауы болғандықтан, синустары болғандықтан пневматикалық сүйектер деп аталған. Достар, бұл сүйектердің латынша атын білу сіздерге болашақта жоғарғы курста өз пайдасын тигізеді. Неге? Себебі ос сфеноидалиядегі синус сфеноидалис қабынатын болса сфеноидит, этмоидалия қабынатын болса этмоидит, фронталия қабынатын болса фронтит, максилия немесе гайморовая пазуха дейді, гаймор қойнау қабынатын болса гайморит. Сондықтан латын тілі сіздерге өте қажет болады. Ал егер осы қойнаулардың барлығы бірге қабынатын болса, синусит деп аталады. Сондықтан достар, латын тіліне өте үлкен мән береміз. Достар, енді біз сүйектің қызметіне қарастырайық. Сүйектің 6 қызметі бар. Бірінші қызметі тірек қызметі. Яғни организмнің жұмсақ тіндеріне, сонымен қатар ішкі барлық мүшелерге тіректік қызмет атқарады. Екінші қызметі қозғалыс қызметі. Яғни менің үйден осы жерге келуім, осы жерден үйге қайтуым, немесе базарға баруым, үйге баруым, барлығы менде сүйектердің арқасында орындалып тұр. Үшінші қызметі қорғаныс. Организмнің барлық мүшелерін сыртқы факторлардан қорғауға қатысады. Төртінші қызметі зат алмасу қызметі. Бұны сіздер екінші курста физиологиядан толығырақ оқитын боласыздар. Яғни метаболизм. Бесінші қызметі қан жасау қызметі. Бұны да сіздер екінші курста физиологиядан оқисыздар. Бірақ білулеріңіз керек, сүйектің қызыл кемігінен бізде қан жасушалары өндіріледі. Сондықтан бұл да сүйектің бір қызметі. Ең соңғы қызметі, 6-шы қызметі рессорлы немесе амортизация қызметін атқарады. Келесі. Кеуде торы. Латын тілінде біз кавум торацис деп атаймыз. Кеуде торын бізде құрайтын қандай сүйектер? Омыртқа бағанасы колумна вертебралис, төс сүйегі стернум және қабырғалар косты. Бүгінгі видеодан осы сүйектерді қарастыратын боламыз. Достар, барлығыңыз мектеп кезінен білетін боларсыздар, адам организмі 33-34 омыртқадан тұрады. Омыртқалар бір-бірімен бірігіп, омыртқа бағанасы колумна вертебралисті құрайды. Енді қарай, омыртқа бағанасы бізде 5 бөлімнен тұрады. Біріншісі қызыл түспен көрсетілген мойындық бөлімі парс цервикалис. 7 омыртқадан тұрады. Кеуделік бөлімі тарс торацика. Бұл бізде 12 кеуде омыртқасынан тұрады. Белдік бөлігі парс люмбалис 5 омыртқадан. Сегіз көз бөлігі парс сакралис 5 омыртқадан. Және құйымшақ бөлігі парс кокцига 4-5 омыртқадан тұрады. Достар, қазір біз сіздермен бірге мойын омыртқасын қарастыратын боламыз. Мойын омыртқасының саны 7. Оның бізде 3-еуі атипті, 4-еуі типті омыртқаларға жатады. Қандай омыртқалар бізде атиптіге жатады? Бірінші мойын омыртқасы, екінші мойын омыртқасы және 7-ші мойын омыртқасы бізде атипті омыртқалар. Қалған 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші барлығы типтік омыртқаларға жатады. Бұны біз қалай түсінеміз, достар? Типтік омыртқа деген құрылысы почти бір-біріне ұқсас. Почти абсолютно ұқсас. Ал атипті дегеніміз, бұлар өздеріңіз түсініп тұрғандай, басқа омыртқаларға қарағанда өзгеше. Достар, мына жерге қарайтын болсақ, бірінші мойын омыртқасы атлас немесе атлан, қазақша ауыз омыртқа. Бұның осылай құрылысының өзгеше болуы басқа омыртқаларға қарағанда осы бірінші мойын омыртқасына түсетін салмаққа байланысты өзгерген. Анатомиялық құрылысына тоқталайық. Ауыз омыртқаның алдыңғы доғасы аркус антериор, артқы доғасы аркус постериор. Алдыңғы доғасында бізде алдыңғы төмпешегі туберкулум антериус, артқы доғасында артқы төмпешегі туберкулум постериус орналасқан. Достар, есте сақтайтын бір жай. Артқы төмпешек бұл негізінен түрі өзгерген қылқан тәрізді өсімдік, процессус спинозус.
яғни бұның ұшы екіге айырылған. Енді қарайық достар, бүйір жағына қарайтын болсақ, латеральды масса латералисті көріп тұрмыз. Яғни бұл жаңа айтып өткендей, мойын омыртқасына түсетін салмаққа байланысты қалыңдаған. Осы қарап тұрған кезде достар, біз омыртқаның жоғарғы жағынан қарап тұрмыз. Яғни superior, бағана горизонтальды жазықтықты айттық қой. Сол кезде жоғарғы және төменгі деп бөлдік. Яғни біз дәл осы сәтте жоғарыдан қарап тұрмыз. Жоғарғы жағында біз нені байқаймыз достар? Жоғарғы буындық өзінде processus articularis superior. Ол жерде бізде жоғарғы буындық беті бар. Оны біз facies articularis superior деп атаймыз. Яғни бұл бізде шүйде сүйегінің айдашығы кондилус accipitalis-пен бірігеді. Нәтижесінде бізде атлант шүйделік буын артикуляция атланто accipitalis-ті құрайды. Алдыңғы доғасының ішкі жағын қарайтын болсақ достар, екінші мойын омыртқа аксистің тіс тәрізді өсіндісі келіп, осы жерде буын құрауға қатысады. Яғни оның буындық ойысы фавея дентис деп аталады. Достар, енді біз бүйір жағына қарайтын болсақ, көлденең өсінді процессус трансверсусты көріп тұрмыз. Бұл негізінен екі өсіндіден құралған. Процессус трансверсус et процессус касталис. Екеуі бірігеді, көлденең өсінді процессус трансверсусты құрайды, ал ортасында бізде көлденең өсіндінің тесігі форамен процессус трансверси. Яғни бұл жерден бізде омыртқа артериясы және омыртқа венасы өтеді. Яғни артерия et vena vertebralis. Артерия өз кезегінде миды таза қанмен қамтамасыз етсе, вена қанды жүрекке алып қайтады. Достар, артқы доғасында, аркус постериорда біз омыртқа артериясының жүлгесін көріп тұрмыз. Sulcus arteria vertebralis. Яғни осымен шығады, әлмен мұна жүлгемен бойлай, миды қанмен қамтамасыз етеді. Келесі. Айта кететін бір жайт достар. Мына үлкен тесік, бұл бізде омыртқалық тесік форамен vertebralis деп аталады. Бұл жерден бізде жұлын өтеді. Барлық омыртқада осындай тесіктер бар, олар бір-бірімен қосылып каналис vertebralisті құрайды. Немесе каналис спиналис, яғни жұлын каналын құрайды. Келесі, достар, мынау омыртқа жаңағы атлант немесе атлас төменнен қарағандағы көрінісі. Төменнен қарағанда біз нені байқаймыз? Төменгі буындық өсіндісі процессус articularis inferior. Бұның да буындық беті бар, facies articularis inferior деп аталады. Қалғаны процессус transversus, foramen vertebrale, arcus posterior, arcus anterior, fovea dentis, foramen процессус transversiдің барлығымыз айтып өттік. Достар, сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін, бұл буындық өсінділер не үшін керек? Яғни, келесі омыртқаның да осындай буындық өсінділері бір-бірімен беттеседі. Яғни, екінші мойын омыртқаның жоғарғы буындық өсіндісі процессус articularis superior, бірінші мойын омыртқасының төменгі буындық өсіндісі процессус articularis inferior бірігіп, бізде буын құрайды. Бұны біз атаймыз артикуляция зигопофизиалис. Немесе доға өсінділік буын. Келесі омыртқа достар, бізде екінші мойын омыртқасы аксис деп аталады. Бұның қарап отырсаңыздар, құрылысы, дене пішіні барлығы бірінші мойын омыртқасы атланттан немесе атластан өзгеше. Қарайық. Денесі корпус вертебра деп аталады. Оның жоғарғы жағына тіс тәрізді өсіндісі денс орналасқан. Денстің жоғарғы жағында ұшы бар, бұны біз тіс тәрізді өсіндінің ұшы апекс денс деп атаймыз. Алдыңғы жағында бірінші мойын омыртқа атланттың фавея дентисінен беттесіп буын құрайтын беті бар, facies articularis anterior деп атаймыз. Артқы жағында дәл осындай артқы буындық беті facies articularis posterior. Бұл бізде бірінші мойын омыртқасының көлденең байлама лигаментум трансверсуспен буын құрайды. Бұның негізгі қызметі қандай? Вертикальды біліктің бойында мойынды оңға және солға бұруға қатысады. Тағы бір ерекшелігі достар, жоғарғы буындық өсіндісі процессус articularis superior. Яғни, дәл осы омыртқаға түсетін салмаққа байланысты жалпақтау болып келген. Ал төменгі буындық өсіндісі процессус articularis inferior бұл жақсы дамыған және алдыға қарай иіліп орналасқан.
Достар, енді қарайық. Бізде бірінші мойын омыртқаның артқы доғасында аркус постериорда артқы төмпешік туберкулин постериор болды ғой. Ал екінші мойын омыртқасында ол бізде процессус спинозус немесе қылқан тәрізді өсінді деп аталады. Енді қарайық. Бағана айтып өткен аркус вертебра, процессус трансверсус, форамен процессус трансверси және мына жерден сіздерге көрінбеуі мүмкін форамен вертебрали. Келесі суретке қарап көрейік достар. Мынау бізде сол жағынан қарағанда бүйір көрінісі, яғни латеральды. Мынау бізде алдынан қарағанда көрінісі процессус трансверсус, корпус вертебра, апекс, денс, процессус артикулярис superior, процессус артикулярис anterior, процессус артикулярис inferior. Достар, егер сіздер осы латын тілін қазақшамен, орысшамен бірге жаттайтын болсаңыздар, сіздерден міндетті түрде керемет дәрігер шығатынына мен сенемін. Достар, осы екінші мойын омыртқа аксистің қылқан өсіндісі процессус спинозустың ұшы екіге айырылады. Бұны мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне қараймыз. Көрдіңіздер ме? Ұшы екіге айырылған. Ал одан кейінгі төменгі омыртқалар бар ғой, жетінші мойын омыртқасы кеуде омыртқаларының ұшы айырылмаған. Ол мынандай болады. Достар, келесі бізде атипті соңғы омыртқа, бұл жетінші мойын омыртқасы вертебра prominens немесе шығыңқы омыртқа деп аталады. Достар, бұл омыртқаның ерекшелігі бар болғаны үшеу-ақ немесе төртеу. Басқа үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы мойын омыртқаның барлығы осы омыртқаға ұқсас. Бұның ерекшелігі қандай? Ең бірінші ерекшелігі процессус спинозус немесе қылқан тәрізді өсіндісі. Бұл басқа мойын омыртқаларына қарағанда ұзын және ұшы екіге айырылмаған. Денесі басқа мойын омыртқаларына қарағанда көлемділеу. Және инцизура vertebralis superior, инцизура vertebralis inferior. Яғни жоғарғы омыртқалық тілік және төменгі омыртқалық тілік деп аталады. Бұлардың қызметі және не үшін керек? Келесі мойын омыртқаның жоғарғы тілігі бар ғой, инцизура vertebralis superior мен жоғарыдағы омыртқаның инцизура vertebralis inferior екеуі қосылады. Міне қараймыз. Мынау жоғарғыдағы омыртқаның инцизура vertebralis inferior болса, мынау төмендегі омыртқаның инцизура vertebralis superior болса, екеуі былай бірігіп, осында тесік құрайды. Бұны біз атаймыз форамен интервертебралис немесе омыртқаралық тесік дейді. Дәл осындай тесіктердің саны, достар, жаттап алыңыздар, 23. Бұл жерден бізде жұлын нервтары өтеді. Және бағана мен айтып өткенде барлық омыртқаларда бар процессус артикулярис superior, процессус артикулярис inferior, процессус трансверсус, форамен процессус трансверси, корпус вертебра. Барлық түсінікті болды деп ойлаймын, достар. Және келесі омыртқаларға көшсек. Міне, достар, мынау жоғарыдан қарағанда көрінісі. Мынау бүйірінен немесе латеральды қараған көрінісі. Мен сіздерді таныстырдым. Міне, достар, мен сіздерге оңай болуы үшін типті және атипті омыртқаларды осылай бір кестеге ыңғайлап келтіріп қойдым. Егер сіздер мына кестені жаттап алсаңыздар, достар, мойын омыртқаларын сіздер 100%-ке білді деген сөз. Мен сіздерге айттым ғой, типті омыртқалар, бұлар барлығы ұқсас дедім. Оның корпус, денесі, аркус, догасы, процессус спинозус, трансверсус, артикулярис inferior superior, фацис артикулярис, инцизура vertebralis superior inferior, форамен vertebralis. Бұның барлығы типті омыртқаларда бар. Тек қана 6-шы мойын омыртқадағы ерекшелік, оның туберкулин дейтін төмпешігі болады. Бұл бізде ұйқы артериясына жақын орналасқандықтан ұйқы төмпешігі туберкулин корочкум деп аталады. Неге адамдардың желкесінен ұрған кезде адамдар талып қалып жатады? Ұрған кезде ұйқы артериясы бізде қысылады, нәтижесінде миға қан дұрыс бармайды, адам есінен танады. Егер дәл осы информация сізге пайдалы болса, достар, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Достар, енді кеуде омыртқаларына тоқталайық. Кеуде омыртқаларын біз латын тілінде вертебра торакс деп атаймыз.
Міне. Жалпы бізде кеуде омыртқаларының саны 12. Оның өзін біз типті және А типті деп бөліп қарастырамыз. Типті омыртқаларға екінші кеуде омыртқасынан 9-шы кеуде омыртқасына дейінгі омыртқаның барлығы бізде типтік омыртқаға жатады. А типті омыртқаға 1-ші, 10-шы, 11-ші және 12-ші кеуде омыртқаларын жатқызамыз. Ең бірінші достар, типті омыртқалардың құрылысымен таныстырайын. Барлық типті омыртқаның құрылысы бірдей. Олардың қылқанды өсіндісі процессус спинозус, көлденең өсіндісі процессус трансверсус, көлденең өсіндісінің қабырғалық шұңқыры фабея касталис трансверсалис, жоғарғы және төменгі буынды өсінділері процессус артикулярис superior et inferior, жоғарғы төменгі омыртқалық тілігі инцизура вертебралис superior inferior, денесі корпус вертебры және жоғарғы төменгі қабырғалық шұңқыры фабея касталис superior et inferior. Барлық омыртқалардың, типтік омыртқалардың құрылысы осындай. Сонымен қатар бізде омыртқалық тесігі форама вертебрале. Достар, бізде типтік омыртқаларды дәл осындай фабея касталис superior және фабея касталис inferior бар. Яғни, егер мына омыртқаның жоғары жағында дәл осындай омыртқа болатын болса, оның төменгі қабырғалық шұңқыры мен мына омыртқаның жоғарғы қабырғалық шұңқыры бірігіп, бізде қабырғалық буындық бетті құрайды. Яғни, қабырғаның басы осы буындық бетпен байланысып, бізде қабырға омыртқа буыны артикуляция коста вертебралисті құрауға қатысады. Ерекшелігі. Бірінші кеуде омыртқасының қылқанды өсіндісі ұзын, қалғандары жайменен кішірейіп қысқарып кете береді. Яғни черепица тәрізді. Достар, енді қарайық, мен сіздерге А типті омыртқаның құрылысымен таныстырайын. Бірінші кеуде омыртқасының денесінің бел қапталында дәл осындай төменгі жағында фабея касталис inferior және дәл осындай жерінде толық буындық беті бар. 10-шы кеуде омыртқасында жоғарғы жартылай буындық беті жоқ, тек қана төменгі буындық беті жоқ, только жоғарғы жартылай буындық беті ғана бар. Ал 11-ші, 12-ші кеуде омыртқаларында оларда бұндай жартылай емес, толық буындық беттер орналасқан, яғни фабея касталис. Енді достар, қарайық. Бізде процессус трансверсус мойын және бел омыртқаларына қараған кезде көлемділеу, және бұл жерде бізде қабырғалық ойыс бар. Бірінші кеуде омыртқасынан бастап, 10-ші кеуде омыртқасына дейінгі барлық омыртқада дәл осындай ойыс бар. Ал 11-ші, 12-ші кеуде омыртқаларында бұндай ойыс жоқ. Себебі неге? Көлденең өсінде процессус трансверсустың нашардануына байланысты бұндай ойыс жоқ. Ал бұл ойыс бізде не үшін керек? Яғни қабырғаның төмпешігі туберкулем касталиспен бірігіп, буын құрауға қатысады. Сонымен қатар бізде 11-ші, 12-ші кеуде омыртқаларының көлденең өсіндісінің маңайында емізікті өсінді процессус мамилярия орналасқан. Достар, мен сіздерге бағанадан бері омыртқалардың құрылысын түсіндіріп жатырмын. Еске салатын жайт, омыртқалардың арасында омыртқаралық диск болады. Дискус интервертебралис. Оның құрылысына тоқталатын болсақ, фиброзды сақинадан және сілікпе тәрізді ядродан тұрады. Фиброзды сақинаны біз латын тілінде атаймыз аннулюс фиброзус. Сілікпе тәрізді ядро нуклеус пульпозус. Енді, достар, бұл диск негізі қызметі омыртқалардың бір-бірінен, яғни желінуден сақтайды, сонымен қатар омыртқа аралық тесіктен шығатын нервтерді зақымдауынан қорғайды. Енді бізде бел омыртқасын біз латын тілінде атаймыз вертебра люмбалис. Бұның құрылысының барлығы бағана айтып өткен омыртқаларға ұқсас. Тек мен ерекшеліктеріне тоқталамын. Бұл омыртқаның саны 5, және бұларда типті және атипті деп омыртқаларды бөліп қарастырмаймыз. Барлығы бірдей. Және барлық омыртқалардың ішіндегі ең көлемдісі де осы. Себебі белге түсетін салмаққа байланысты. Енді достар, қарайық. Бізде бел омыртқасының қылқанды өсіндісі бар, процессус спинозус, қабырғалық өсіндісі бар, процессус касталис,
емізікті өсіндісі бар процессус мамилярия және қосымша өсіндісі бар процессус accessorius. Ол бұл суретте көрсетілмепті. Ал қалғандары процессус articularis superior, corpus vertebrae, foramen vertebrale, pediculus arcus vertebrae барлығын мен алдыңғы омыртқаларды сіздерге түсіндіріп өттім. Енді қарайық. Біздің процессус касталис мінекей. Көрдіңіздер ме? Бұл бізде процессус трансверстің өте нашар дамыған түрі. Яғни бұның нашар дамуына байланысты бізде жоғарғы буындық өсінді процессус articularis superiorны жайында емізік тәрізді өсіндігін байқасақ болады. Ол міне мамилярия. Енді артынан қарағанда көрінсін. Мінекей, процессус мамилярия, процессус accessorius, қосымша өсінді. Ал бұл процессус касталис қабырғалы өсіндісі, жоғарғы буындық, төменгі буындық өсінділері. Мынау бізде омыртқалық тесік, foramen vertebralis, ол төмен қарай кетіп, каналис спиналиске жалғасады. Мына зондты өткізген. Келесі. Достар, мен почти барлық омыртқаларға осындай таблица жасадым. Енді қараймыз. Бізде 5-ші бел омыртқасы 8 көз сүйегімен байланысқан жерінде буын бар. Артикуляция люмба сакралис деп аталады. Мінекей. Артикуляция люмба сакралис. L5 8 көз арасындағы омыртқаралық және доға өсінділік буынынан тұрады. Достар, келесі біз 8 көз омыртқасын қарастырайық. Латын тілінде вертебра сакри деп атаймыз. 5 омыртқадан тұрады. 8 көз омыртқасының екі бетін ажыратамыз. Фацес пельвина жамбас тастаулық беті, фацес дарзалия сыртқы бетін немесе дарзальды бетін қарастырамыз. Енді қарайық достар, бізде 8 көз сүйегі және 8 көз омыртқасы. Неге осында екі атау берге қалынған? 8 көз омыртқасы деп біз 18 жасқа дейін атаймыз. Себебі 8 көз омыртқасы деп 5 омыртқа 18 жасқа дейін бөлек тұрады. Яғни олардың арасында бізде омыртқа аралық диск бөліп тұрады. Немесе шеміршек тіні болады. Ал 18 жасқа толғаннан кейін шеміршек тіні сүйек тініне ауысып, омыртқалар бір-бірімен сүйек тіні арқылы бірігіп 8 көз сүйегін құрайды. Бұны біз ос сакрум деп атаймыз. Нәтижесінде бізде омыртқаралық дискілердің орнына осындай көлденең сызықшалар линия трансверзалия пайда болады. Достар, енді қараймыз. 8 көз сүйегінің біз негізін ажыратамыз. Basis osis sacri және ұшы apex osis sacri. Көлденең сызықшадан латералды қарайтын болсақ, 8 көз сүйегінің алдыңғы тесікшелерін көреміз. Foramina sacralia anterior. Яғни бұл жерден бізде жұлын нервтері өтіп 8 көз өрімін plexus sacralisті құрайды, сонымен қатар артерия вена қан тамырлары өтеді. Енді қарайық. 8 көздің бізде латералды бөлігі pars lateralis жұп және үлкен қанаты аля osis sacri. Достар, сіздер білесіздер, процессус articularis superior, яғни 8 көздің жоғарғы буындық өсіндісі 5-ші бел омыртқасымен байланысып, бел 8 көз буыны артикуляция люмба сакралисті құрайды. Ал 8 көздің ұшы бізде құйымшақпен байланысып, артикуляция сакрококцига деп аталатын 8 көз құйымшақ буынын құрауға қатысады. Келесі біз 8 көз сүйегінің дарзальды беті фацес сакралия дарзалияны қарастырайық. Қарап отырсаңыздар, бізде сыртқы беті бұдырлау болып келген. Және қырқаларды көріп тұрмыз. Криста сакралия медиалис, интермедия, латералис. Бұлар қалай пайда болған? Біз білеміз, процессус спинозус қылқан тәрізді өсінділі бір-бірімен бірігіп, дәл осындай медиалды 8 көздің қырқасын түзіп отыр. Ал аралық 8 көзді қырқа қалай пайда болған? Бұл процессус articularis, яғни буындық өсінділердің бірігуі нәтижесінде пайда болған. Келесі, латеральды 8 көзді қырқа, криста сакралия латерали. Бұл 8 көздің көлденең өсіндісі процессус трансверзалияның бір-бірімен бірігуі нәтижесінде пайда болған. Достар, байқасаңыздар, аралық және латеральды қырқаның арасында 8 көз сүйегінің дарзальды тесігі foramina sacralia дарзалияны байқап тұрсыз. Бұл жерден бізде жұлын нервінің тармақтары өтіп, өз кезегінде бөксе бұлшықеттері мускулус глютеусты нервтендіруге қатысады. Енді қарайық достар.
Бізде сегіз көздің омыртқалық тесігі форамен вертебрале бір-бірімен бірігіп каналис сакралисті құрауға қатысады. Каналис сакралис өз кезегінде тарыла келе төмен бағыттан хиатус сакралия деп аталатын саңылауға ұласады. Енді қарасаңыздар достар, мына жерде туперосис осис сакри, яғни сегіз көз сүйегінің бұдырмағын көріп тұрсыздар. Бұл жерге бұлшықеттер кетпейді. Ал мына жерде фацис аурикулярис, бұл мықын сүйегінің фацис аурикулярисімен бірігіп буын құрауға қатысады. Енді достар қараймыз. Сегіз көз сүйегінің негізі базис осис сакри 5-ші бел омыртқасымен байланысып, бізде мүйіз промонториумды құрауға қатысады екен. Бағанадан бері айтып отқанымдай, барлық омыртқаларға дәл осындай схема жасап қойдым, таблица. Бұл сіздерге өз кезегінде өте пайдалы болмақ. Достар, келесі омыртқа бізде құйымшақ омыртқасы вертебра кокцига деп аталады. Олардың жалпы саны ересек адамдарда 4-5. 1, 2, 3, 4. Сыртқы пішініне қарасаңыз, құйымшақ омыртқасы пирамида тәріздес. Бірінші құйымшақ омыртқасына қарасаңыз, жоғарғы буындық беті фацис артикулярис супериор. Бұл сегіз көз сүйегімен беттесіп, нәтижесінде артикуляция сакра кокциганы құрауға қатысады. Немесе біз атаймыз сегіз көз құйымшақ буыны. Бірінші құйымшақ омыртқасында корнококцигум деп аталатын құйымшақтың мүйізі бар. Неге мүйіз деп ойлауларыңыз мүмкін? Себебі бұл түрі өзгерген процесс артикулярис супериор, яғни жоғарғы буынды өсіндісі. Келесі достар, бізде фацис артикулярис inferior, яғни төменгі буындық беті де ажыратылады. Достар, бүгінгі біздің омыртқалар туралы видеомыз өз мәресіне жетті. Егер видео сіздерге ұнаған болса, Lumos Medical каналына тіркелеміз. Осы видеоға лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.